Тарас, Қазақстанның ежелгі қаласы. Оның тарихы біздің дәуірімізге дейінгі бірнеше ғасырлардан басталады. Қазір ол Талас өзенінің бойындағы жазықта орналасқан Жамбыл облысының әкімшілік орталығы. Қала химия және металлургия өнеркәсібінің жұмыс істейтін зауыттарымен танымал. Ал футбол әлемінде Тарас ең алдымен дарындылар ұстаханасы ретінде танымал. Жергілікті ойыншыларды сан қырлы техникасы, жауынгерлік қасиеттер мен шексіз ықыластары әрқашан жақсы жағынан айшықтайды. Почти все, кто приехали из других регионов, приехали сюда не к 8, а к 7 утра. Это очень важно. Они приехали первые, получили первые номерки. И это очень важно. Поэтому мы на это тоже обращаем внимание. Как люди дорожат тем временем, которое у них есть. Бұл таңертең ағырасталды. Кастингке қатысушылар Супербол жобасының командасы келерден көп бұрын жинала бастаған еді. Бұл күні өздерінің сынап көргісі келетіндер саны Шымкентке қарағанда аз болды. Айтпақшы олардың арасында біздің іріктеулер өткен алдыңғы қалалардан екінші мүмкіндікті алуға келгендер де көп болды. Осы жобаға келдім, Шымкентте болды бірінші отбор, ол жақтан өте алмадым. Одан кейін Таразға келіп өз бағымды сынап көрейін дедім. Обидно болды да, сәл. Бірақ Аллаға шүкір жақсы бәрі. Құдай қаласа өте алмасам, егер Алматыға барып бағамды сынап көрем деген ойдам, егер бәрі дұрыс болып жатса. Это желание людей, их стремление реализовать свою мечту. Я каждый раз перед ребятами, когда стою, я об этом говорю. Потому что раз они здесь, значит, они любят этот вид спорта, значит, они хотят себя реализовать. И это все в их руках. А мы будем делать все, чтобы им в этом помочь. Іріктеуге қатысушылар үшін Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұловтың сапары үлкен және жағымды тосынсый болды. Онымен бірге Жамбыл футболының ең жарқын өкілі Қазақстанның 20 ғасырдағы үздік футболшысы Сейілда Иқрамұлы Байшақовта жас ойыншыларды құттықтауға келді. Қазақстан футбол федерациясы біздің жобамыздың техникалық серіктесі болғанын айта кеткен жөн. Әлемде де Қазақстанда бәріміздің бастарымызды біріктіретін, осы үлкен мақсаттарға жетелейтін футбол. Бүгінде үлкен бір абыройлы іс жасап жатыр. Соған бәріміз бірге болып, бір-бірімізді қолдап жүрсек, осы үлкен дәрежеге жетеміз бұйырса. Благодарю всех за участие, за поддержку такого мощного проекта. Такая серьезная, мощная команда собралась для этой реализации. Всех организаторов, спонсоров проекта. Большое спасибо всем. Благодарю вас за такую большую работу. Спасибо. Всем. Хочу сказать, что мы не зря сюда приехали, в этот город. Мы сюда приехали найти новых Мазбаева, Ниязымбетова, Зайнудинова, Байтану, Исламхана. И здесь они стоят. Много вас здесь. У каждого есть сегодня шанс доказать, что вы должны играть не только в клубе, вы должны играть в национальной сборной. Посмотрите, что сегодня творят наши пацаны. И вы это тоже можете это сделать. Это зависит только от вас сегодня. Покажите, на что вы сегодня способны. Покажите, что вы достойны быть в финале, что вы должны представлять Тарас в финале в Алматы, и что вы должны подписать профессиональный контракт. Докажите это сегодня нам всем. Удачи, ребят! Іріктеуге қатысушыларға алдыңғы қалалардағы сияқты алаңда бір-бірмен күресіп қана қоймай, тағы да шыжғырған күн сәулесімен күресуге тура келді. Бұл күні ауа температурасы Цельсий бойынша 30 градустан жоғары болды.
Алайда біз бұрынырақ айтқандай, тараздық жігіттерді жауынгерлік қасиеттер мен кез келген жағдайда күресемін деген шексіз ықыластары әрқашан ерекшелендіретін. Сондықтан тіпті ата бастықтың өзі олардың күш-жігерін көрсетуіне және ойынның жоғары және пәрменді қарқынын сақтауға кедергі бола алмады. Біздің жобамыздың скауттары көргендеріне риза болды. Не зря говорят, что Тарас – это родина талантов, и если при должном отношении к себе ребята могут вырасти в больших футболистов. А так, конечно, время покажет. Видно, что ребята еще адаптированы к жаре. Вот. Конечно, при таких погодных условиях тяжело играть, но играют в одном темпе, то есть язык на плечах не вешают. Вот. Ребятишки талантливые, все на мяче, то есть больше не физика у них идет, а больше мозги. Вот. И с мячом они молодцы. Допустим, в Шымкенте неслись и прям перебарщивали, но у нас просто даже количество травм, ненужных травм зашкаливало. То здесь мы видим больше качественного футбола, техничного и интеллектуального. То есть даже на небольшом поле ребята играют интереснее, чем просто бей-беги. Номер 135. Номер 32, 32. Номер 87, 87. Номер 61, 61. Номер 18, 18. В случае, если ты сейчас пройдешь, ты готов будешь с нашими диетологами работать, с нашими специалистами по питанию, все следить? Ну, ты понимаешь, да, что как бы это профессиональный вид спорта, если ты пройдешь следующий этап, нам это очень важно. Хорошо? Давай, удачи тебе сегодня. Да. Таразда күн тәулік бойы өз ыстығын бір секундқа да әлсер етпегеніне қарамастан, біздің қатысушылар жастар стадионына бір ғана нәрсе – өз армандарын орындау үшін, осы күннің астындағы өз орнын алу үшін келді. Үлкен алаңдағы ойын гол салған сәттердің көптігімен, жақсы қарқынымен өте қызықты өтті. Ал скауттар Алматыдағы финалдық кастингке баратындардың анықтау үшін басын қатыруға мәжбүр болды. В первую очередь, всем спасибо за сегодняшний проведенный день. Жарко, погода, длинный день. Мы постарались увидеть наиболее достойных ребят, которые на сегодняшний день заслужили пройти в финал в Алматы. Вам большое спасибо, пацаны, за ваше усердие, за ваше трудолюбие. Сейчас мы объявим тех ребят, которые пройдут уже финальный кастинг. А те, кто по каким-то причинам сегодня не прошел, у вас есть еще шанс 2 кастинга, да, в других городах. Номер 212. Номер 42. Іріктеу нәтижелері жарияланған кезде көптеген жеңімпаздар өздерінің эмоцияларын жасырмады. За их желание проявить себя и за их желанием воплотить свою мечту в жизнь, они сегодня прошли финал и еще раз доказали, что они способны. И вот так они радуются. У вас у всех есть такой шанс. Пацаны, давайте, удачи всем. Кез келген сәтсіздік табысқа итермелейтін бастау. Футбол қағидасы осындай. Я уверен, что туда съедутся все, кто правда мечтают.
те, кто действительно хотят стать футболистами, получить первый в своей жизни профессиональный контракт. Я хочу увидеть что-нибудь, какое-нибудь, не знаю, какое-нибудь, что-нибудь волшебное, наверное. Но вот это волшебство я хотел бы увидеть в Нур-Султане и в Алматы.